Халқымыздың ерте уақыттан бергі өлең жыр толғау қиссаларын қазіргі күнге жеткізу жолында жыршы, ақын термешілердің үлесі зор. Жыршылар халық ауыз әдебиетінде эпостық және лиро-эпостық жырларды, дастандарды орындап, халық оларды ақын әншілермен, шешендермен бір деңгейге қойып, құрмет көрсеткен. Әр жыршының жырды орындауында өзіндік ерекшеліктері бар. Жыршы халық музыка аспаптарының сүйемелдеуімен және жырды белгілі бір мақаммен, орындаушылық шеберлігімен халық арасында беделге ие болып, халық ауыз әдебиетінде сақталып, бүгінгі күнге дейін жетуіне зор үлестерін қосып келеді. Жеті қайқының, бес жүйріктің ізін жалғастырушы жыршыларымыз бүгінгі ұлағатты ұлы жыр кешінің иелері, Маңғыстау жыр мектебінің өкілдері, Жалғас Алагөзовтың шәкірті Айбергенов Базарбай мен Сүгір жырау мектебінің жыршысы Мұрынов Мекебай. Ал құдіреттің ем жараттың, аспан мен жерді кеңетіп, тіршіліктің тірегі ай менен күнді тең етіп. Ал біреулерге бәқ бердің, ай біреуді қойдың кеметіп. Мүсәпір менен мүскінді жыртқыштарға жеметіп. Айбергенов Базарбай жыр өнерін әкесі Беласар жыршыдан үйренген. 2017 жылдан бері мұнайшы мәдениет үйінің жанынан құрылған ұлағатты ұлы жыр атты жыршылар ұжымымен әртүрлі қалалық, облыстық шараларда өнер көрсетіп, көптеген жыр байқаулары мен өнер фестивальдерінде жүлдегер атанып келеді. Мұрынов Мекебай Шоқанұлы жыршы, термеші, Жақсылық жырау Елеусіновтің шәкірті. Мекебай Шоқанұлы бауырымыз келіп, сол Жақсылықтың шәкірті ретінде, Жақсылық ағамыздың шәкірті ретінде, сол Жақсылық ағамыздың айтқан сөздерімен жыр айтатын болады. Ал мысалы мен сөйлейін ай дүниеға келгеннен, жеткізбейсің рәуші нұрланған пәли көз көрген. Алладан әмір болған күн бүгінгідей болмаймыз, айырылып бір күн кетерміз. Ағада жеңге қарындасайды, құлындарым мына сендерден Сүгір жырау мектебінің насихаттаушысы, кәсіпкері, теңге, рахат ауылдарының көркеуіне үлес қосып жүрген азамат. 2017 жылдан бері мұнайшы мәдениет үйінің жанынан құрылған ұлағатты ұлы жыр атты жыршылар ұжымымен әртүрлі қалалық, облыстық шараларда өнер көрсетіп, көптеген жыр байқаулары мен өнер фестивальдерінде жүлдегер атанып келеді. Ассалаумағалейкум, құрметті жыр сүйер көрермен. Қаламыздың 55 жылдығы барлықтарыңызға құтты болғай. Осы мерекенің аясында қаламызда бірнеше мәдени және рухани шаралар өткізілуде. Соның бірі бүгін ұлағатты ұлы жыр кешіне қош келдіңіздер. Алдымен ортаға жыршыларды шақырайық. Сіздердің қошеметтеріңізбен жыршыларға шабыт беріп отырыңыздар. Анау белгілі Бейсесенқұлдың ұрпағы, аржағы Қосай атамның ұрпағы Базарбай Айбергенов дейтін ағамызды қарсы алайық. Міне бүгінгі жырымызды сіздерге рухани сусындататын, нәр беретін белгілі қаламыздың тұрғыны жыршы жырау Базарбай Айбергенов. Және арасында базекеңе дем беріп, өзінің бойындағы барымен бөлісетін тағы бір екінші дүлдүліміз, ол жаңа өздерің экранда көріп тамашалап отқандай Сүгір жырау мектебін насихаттаушы Жақсылық жыраудың шәкірті Мекебай Мұрыновты қарсы алып қояйық. Ал жыршылар, сәттілік, тәңірім таңдайларыңа тәуір сөз салсын, елді әдемі рухани жырмен бөлей беріңіздер. Сіздерге ендеше дайындала беруге рұқсат. Екі жыршыны көрдіңіздер. Міне тумаластары
қазақтық символымызбен шашуларын шашып жатыр. Ал әулеттің шашуын қабыл алыңыздар ағайын. Біз енді қазақпыз ғой, шашуымызды қалдырмаймыз. Қай жерде де. Келіндердің шашуын қабыл алыңыздар. Шашуын шашып алсын. Рахмет. Ал енді қадірлі көрермен, сіздердің қымбатты уақыттарыңызды ұрламайық, қош келдіңіз ұлағатты ұлы жыр кешіне. Мәкең дайындала берсін. Біз ортаға алдымен Базарбай ағамызды алып қалайық. Ер қоса ерде болған, пірде болған, адайым 8 арыс. Бас қосқанда әрқашан орын төрден алған дейді ғой. Базекеңнен бастай берсек, сіздердің қошеметтеріңізбен. Бізге рұқсат етіңіздер жайғасуға. Киелі кресломызға, сахнамызға жайғасайық. Ал Базеке, ал сәттілік, бүгінгі кешіңіз құтты болсын, жыр кеші құтты болсын. Жалпы енді жыр дейтін бұл құдірет, жырларды жақсы ырымет, тыңдаушым халқым өзің айтайын деген сырымет деген бұл қазақ әдебиетін ауыздан ауызға жалғастырып келе жатқан тұлғалардың бірі бұл жыршы жыраулар ғой. Енді атадан қалған мұрамызды келер аманатқа үлгі қылып насихаттап жүрген Базарбай дейтін ағамыз. Ал Базеке, кеш құтты болсын. Алдымен қай шығармадан бастайық? Кімнің шығармасынан бастаймыз? Адай жайсаңдардан Өмірзақтан айтайық. Ал олай болса, қымбатты көрермен, кешегі осы Адайдың шежіресін жазып кеткен Өмірзақ Қалбайұлы дейтін атамыздың Адай жайсаңдары дейтін шығармасы. Алдымен осы шығармадан бастайық. Оның сөзі белгілі Мәмбет Құлсалбар Өмірзақ Қалбайып болса, оның мақам сазын ағамыз ең алғашқы 1984 жылғы өзі мақамını өзі шығарған, өз туындысымен бірнеше мақамдармен құрап, халық арасында насихаттап айтып жүрген. Ал енді алдымен осы жырдыға құлақ түрейік. Бастасам бір азырақ өз жайымнан, ескі сөз келген жерде ыңғайынан. Кіші жүзді шаужының бірі болып, байлау 8 арыс адайымнан. Баласың Байқожаның атам Елтай, туылған адай едік анайыдан. Анадан айға жетпей жетім қалып, тас түсті көрмек деген талайынан. Асығыс ажал келіп құдайынан, баласын көрмей кеттау Елтай бабаң. Таласып қазбен бірге емшегіміп, адай таз атанған дейді әлі, сондайының Ал мұншақты тазадайды бір емізіп, сипапты жас сәбидің маңдайынан. Таласып тазбен бірге емшегіміп, адай таз атанған дейді сондайынан. Болғанда 8 арас 8 ауыл, Құдай келін берді баласы екен. Немере 8 бірде арасында, ер қосай ұлағатты ағасы екен. Көшкенде елін қосай бастайды екен, айтқанын інілері қостайды екен. Тәйттесе тентектері сөзін сыйлап, құрығын қолындағы тастайды екен. Ер қосай ақыл айтып, құнан ұрыс ақпанына, мұңалмен тобышталдау қапталына. Мұңалдың кеш әйелі тоқ бекесі, қосайдың бұл келінге жоқ өкпесі. Бұрынғы шалғыр айтқан әңгіме екен, болса да азын аулақ әлі, барқа десің Ал тоқбеке құрмет етіп ел ағасын, толтырып табақ толайсып ағасын. Жас сәби Бәйімбеттің шоғы жаулы, әдей ертіп келіп 3 баласын. Қосайдан алған екен ақ батасын, батасы шалдың берген қабыл болып. 3 бала өсіп өніп ауыл болып, байқасам бір дөзінде бей дөзінде, Бәйімбет шоғы менен әлі жаулы болып Ал ері бекет ұран болып адайына,
көп жанның қоштарлықпен көңі ауды, ер және қармыспенен аман тұрлы, қайтарған досан батыр талай жауды. Жар болып жаппар алла шабағатай, жақсылар шығып еді ортамыздан. Туыста өмірі темір атқа мініп, шыққанда атағызы жұртымыздан. Аңдысқан ағайынның қырысынып, көз салмай кетіп еді сыртымыздан. Сейілхан 8 арыс Маңғыстауды, сескеніп жерін берді даңқымыздан. Айтқанда ерлерімді бұрын өткен, қастасқан дұшпаныны зәрін төккен. Арыстан айбатындай атағызы, бауыздап құттық сейіт қанын төккен. Туысы иманнама шаршы топта, арқалап аттанарға бәсе кеткен. Ер шабай әруақты батырыңыз, алысып айда қарға жүре кеткен. Есенбет мерген шалың Маңғыстауда, айтысып әйдәлермен дері кеткен. Өзі жоқ соңғыларға аты қалдай, баянсыз жалған едің әлі, дүниен еткен Ол жас балдар тыңдасаңдар тыныш отыр, бұл өзі кітап емес ашып оқыр. Қалмақтан Меруесұлы қыз әкеліп, Оралдай олжалаған сармыс батыр. Шыдамай 80 жаста жауға жауып, шейіт боп қыземшекте қармыс жатыр. Дұшпанға арыз бермей қуаты еп, қармыстың кегін алған төлеп батыр. Болса да балуания жауда жазым, адайдан құтылған жоқ бөрі батыр. Айқайы арыстанды сескендірген, бір төбе сүйін қара нарым жатыр. Бұл күнде атағыныз Маңғыстауым, төрттілік бұрыс толай малым жатыр. Ауысып талай заман өзгерсе де, Саураннан сыртайын алған жолым жатыр. Көгәсі Бәкіржанның түскен жер ай, оғландай ұшпасындай шалым жатыр. Абдулла Алдияр мен Қайырбекен, Хазірет Ақнишан толып жатыр. Жар болып ата-баба әруағай, тілегі біздің елдің алай болып жатыр. Ал баласы Кәдірғұлдың Қозыбағай, қалмаққа қарсы шауып болды жазым. Тастамай ағасының ақ денесін, өңгеріп алып шыққан ер жанағым. Дұшпанды даңқыменен сескендірген, ер төкеш есен сарай құлбарағым. Қарсылас қастасына зәрін төккен, сейітті байлап алған ер лабағым. Белгілі Балуанияз бен Тұрманбетті, көті бар аман тұрлы қожалағым. Айтқанда жақындатып, қандатқан бір дәулетпен жоламаным. Сөз қылсам толып жатыр батырларым, бәрі де бүтін емес жақындарың. Ерлерді жауғы мақтып шаптырыптай, қалния шалбардағай ақындарың. Құдай келін берді құралдарың, ербеке сыйынатын ұрандарың. Туыстап асар сұпы тұрады екен, шақырып қалыңадай жақындарын. Кәкбәнің көктасыны қолы жетіп, Меккеде қалған екен әлі сошалдарың. Ал дүниеден бабаларың солай өткен, осынау білесің бе обалдарым. Жиылып құрал қылған көп адайым, әлі де өткендерге ой салайын. Халқымда батырда көп, ақында көп, осындай жиылғанда ескалайын. Үркіткен дабылы мен қас дұшпанын, айтулы атағызы ер шабайым. Патшаға бағын досан батыр, басында Сардар төбе тұрмыңбайым. Бердібек сүгірменен Сақау батыр, қалайша біле тұра сөз қылмайын. Күресіп бәйг алмаған жерім бар ма, барында Әли Балта түрткен байым. Кешегі құрмашпенен қанға байым, ақ киік көзден атқан құралайын. Еске алып шейіт кеткен ерлерімнің, көңілімнің қайғымын әлі шығарайын. Ал батырлардың жалғас едай, дұшпанды көрсе қыра алмас едай. Айбынды қара жалғас Дүйсенғали, кешегі бармақпенен түбір құлым. Жүзінден арыстанның айбаты бар, қатептау Дүйсенедау қаранарым. Қосарыс қызыл мен Бейсенғали, жарасат айтума қолда барым. Ортамда орыз жатыр өздері жоқ, пәниден бақи көшкен ағаларың.
еске алып тойларында азырақ көңілімнен сөз арнадым. Билікте бәйменбеттен қалды байым, орындау тауып айтқан сөзің қайын. Әйтінбек Сейітбекпен жарым әтжан, тілеген Батаниязбен Айдарбайым. Дұшпанға сөзге несе жібермеген, шешіпті даудың жайын ақылменен. Байлықта мұңат тілеп жолдасбайым, Саназары Сауытбекпен Матай Шөмәк, Тамшалбақ Әли Тауан Өткелбайым. Халық үшін кәдігі сарып бір белгі жоқ, дәріп деп несін айтып әлей сөз қылайын. Ал кешегі Тобания Сыдиқты білесің айтпасам да онадайым. Уришан жалауменен дауыл бекес, ұмытпай оларды да еске алайын. Айтқышым Закария күйші есет, және де Абыл күйші Өскінбайым. Есіме Есмағамбет жыры түссе, дариядай толқын ұрған тасқындаймын. Олжалы қабақпенен шалбардастан, айтылмай кімін қалдың әлі, енді адайым. Ол қайыптың Ақбебектің әні қалдай, жастарым шырқап бүгін шарықтайтын. Мусаның едігемен қобландысы, жұрттың да ұзақтаңдай жалықпайтын. Қалнияз қашаған ғой менің бабам, алсындау айтқыш едің әлі, қорықпайтын. Ол аралас әлім табын ағайындар, түбі бір туысқаның талайың бар. Үш алшын игі қазақ өтемін емес, орт бәрді ортағыда өткен шалдар. Ағолше іні болып мұрагері, олардың орнын басқан соңғы балдар. Әлі де талай-талай заман болар, жетісіп жас ұрпақтар адам болар. Ұлытан шекарасы жауға бермес, Ағасай Бауыржандай батыр болар. Жырлаған партиясын елін жолын, атасы қарт Жамбылдай ақын болар. Жырға қос өз еліңді, өз жеріңді, қызықты шаттық толы өміріңді. Шүкірлік ақында көп, жыршы да көп, жырлаған ұлы жүз түбіріңді. Бегейде жақсылығың есен болса, жоқтатпа сәтті құлмен сүгіріңді. Кен жақтан қашағанмен нұрым болып, тарқатар талай жиын дүбіріңді. Бойлы шеркешіңде жол жаның бар, жырымен шаттандырған көңіліңді. Жас бала тәзікеден тағаншықтай, атқарар алай сенің сеніміңді. Өмірзақ бұны жазған қалбай ұлы, осымен аяқталсын сөзім енді. Мен өзім ақындемен, жыршыдемен, әңгіме өлең қылдым естігеннен. Шалдарды азда болса атап өттім, ағайын ырза болың әлі, осы менен. Ай, бәрекелді. Тамақты жеп өтіп алыңыз. Арасында шай ұрттап қойыңыз. Адайдан өткен жай шаңдары дейтін Өмірзақ атамыздың сөзін тыңдадыңыздар. Ал енді талай тарылан шыққан ғой, ақын, жырау біздің белгілі. Соның бірі кешегі, енді мен жыршыны суытпайын, жыршыны жырлату қиын, тері шыққасын тоқтату қиын дейді ғой. Ал енді жаңа Қашаған менің бабам деп кеттіңіз. Сол енді Қашаған ақынмен ізбастың айтысын сұрасақ қалай қарайсыздар? Көпшілік тыңдармандар. Мынау Қашаған 80 жасына келгенде ізбас деген Қашағанға тиіскен екен дейді. Қашаған болсаң қаяма, білгенің болса аяма, оңтайлы жігіт жүйрік ат қашқаныңмен қояма деп бір жиында. Сонда мынау Қашағанның домбыраны алып айтып атқан сөзі ізбастан. Ардақтың атам ер қосай, өзімнің атым Қашаған, ғұмырым 80 жасаған. Ал адай түгіл алашқа, жүйріктау едім қашаннан. Мен білгелі жүйрік емессің, ай сен бір жүрген зияндас. Айналдырған жындысың, ақмақтықпен білмедің, ай айналдырар кісіңді. Сәтті құлмен маған тигенің,
арылмай жүрген қырсығың, жанға білдің сәтті қолай, жүйрік тау едау қашаннан. Келе жатқан бағалып, үстіне халық қамалып, озған өрен жүйрікпін ай, қосылдым талайды бірге. Амалым бар ма қайтейін, кәрілік жетті бүгінде. Мен қайыртпай кеткен ақынмын, таз қашқынбай тама ізімге. Ұлық бұрау із басау, әй таласқан біздей білімге аяу. Мен бір жатқан терең мұхитпын, ал сен өзекте жүрген бөлдірге беліңнен бассам батарсың. Ал түбіне барып жатарсың. Не деп айттың бұл сөздің, ой, алдартыңды ойламай. Ар жағың сенің кім еді? Жалмырза менен Жәнтеннің, ой, сойылын соққан жан едің. Олардан қорқып бұққаннан, сүйінді көктен айырып, базар деген ауылды, және де өзін аз еттің, ой, кесірің тиіп жолыққан. Өзіңді өзің зорсын ба? Өзіңді өзің зорсынсаң, ұшқының ұшпас ұзаққа, түсерсің бір күн тұзаққа. Қабыланға тиген қарғадай сен бір қара маңдайсың. Кімнің арын арлайсың? Менде кеткен малың жоқ, ай, күйіп жүрген арың жоқ. Нағашылы жиенді, саған шатақ мен емес, етіп жүрдеуге ерегес. Жөніне жатқан бір шалдың, ай, неге тесің келемеш? Келемешің ізбас құл, әй, жөн емес, ай, ау, деп айтқан екен дейді. Рахмет. Осылай, енді құрметті ағайын, мына бүгінгі жыр кешіміз ары қарай мына бәрімізге белгілі мына Мұраттың әкесі Өскінбайдың сөзін айтайын, қазақтың қайдан шыққан бұл қысқалау. Тамақ жеп olmayсыз ба? Өскінбай Қалманбетұлының қазақтан қайдан шыққан дейтін шығармасы. Ердіде намыс өлтірер, қоянды қамыс өлтірер, жүйрікті шабыс өлтірер. Сөз білмейтін надандар өзінің сөзі келтірер. Шапсамда шауып жеткізбен, қызай шабамын. Тәңірдің берген ешел сөзін көп ойланбай табамын. Суға да жүзген қайықтай жылжыта кетіп барамын. Айтпаймын сөзді асырып, байлаудағы ақсұңқар талпынып тұрар масығып. Сөйлесем сөйлей беремін, ей, барғанда сайын ашылып, ей, жастықтың дәуірі кезінде екеуден екеу сөйлеседі, біреуден біреу жасырып. Жас 40-тан асқансың, 50-ге аяқ басқансың, тасып бір қайтқан дариядай көкірек қалады басылып. Мен сөйлейін заманнан, жақсы менен жаманнан, тәжірибеге міне қарасам, алыс бір бетте шамамнан. Бары тілімде өнерім, төп нағашың бабамнан. Білсеңіз жебел туыпты, сахаба әнес бабамнан. Жебелден мағаз туыптай, сейілден туған аламан. Ақшолпан құрай алаш бар, төменнен туып тараған. Жайылхан менен сейілхан, алаштың екі баласы. 8-де арыз түрікпеннің, ей, сейілхан екен сағасың, ей, Жайылханнан да Майқыби туғанда екен шамасы. Майқыбиден туған кім десең, білдірейін білмесең. Өзбекте менен Сыбанның екеуінің арасын, өзбекті сартан қыз алып, мекеде етіп қалыпты шәһәрлердің қаласын. Сыбанның түйі баққаны қоныста етіп кетіпті арқаның сарың даласын. Айырды қалбақ Сыбаннан, ой, туғанда әкем шамасың, ей, қазақта менен содақтың айырда қалпақ бабасы.
созақтан туған кім десең 14 ру қоңырат қара қалпақ сағасы қазақтан туған кім десең ағарыс пен бекарыс кенжесі екен жанарыс бұл қазақтың баласы келе қалдың жиналып сөйле бір десең ұйғарып жұрт жүрегің болғансың шегінбейін бұлданып біреуің үлкен ағасың біреуің артық данасың біреуің кіші баласың ортаға басың салайын көбейін алған алқаның көріп те жүрмін талайын жүйрік едім қашаннан ей алдарыңда шабайын ей кімде кім жүрген жолаушы алысқа атын ереледі өлгенде күнің қарорман қатында балаң ермейді денсаулық күнде дүниеге қиянға көңіл делбейді дүние қызыл гүл екен сөз келесін келтірген сөйлеген қызыл тіл екен өнердің алды қызыл тіл бұрынғылардың айтқаны ойлап та тұрсам шын екен алқаға түстім айқайлап жиында менен той тойлап жас қырықтан асқансың көңілді жүрмін қойлап ноғайлы десең бізде бар қыдырбайдың қобылан бар қатарынан озған бар нәріптің ұлың шөлі бар естерек ұлың тарған бар шынияз бенен шәкірет осыларың тағы бар өз жайыңнан айт десең 8 жастан жабысқан жолдаста болып табысқан термеде жырдың бәрі бар қайсы бірін айтайын осы отырған жамағат ей жақсысын қарап танып ал тамаша сіздер ұйқылап отырсаңыздар жыршы шабыттанып айтқан сайын ашылады ғой жаңа өзі жырында айтып кеткендей бәйгеге қосқан жүйріктей қызып тұр қазір табаным деп базеке кішкене тамақ жеп деп шай ішіп алыңыз мен сізге арасында дем беріп қойып мына халыққа арасында енді бүгін осындай рухани жырмен сусындату үшін екі бірдей дүлдүл келіп отыр деп жаңа сахнаға шығарып таныстырдым ғой екіншісі де жыршы дейтін мына шабатын ат сияқты дейді ғой бір бірін көргенде құлақтары тікірейіп кісінеп тұрады дейді мынадан кейін мен шықсам екен мынадан кейін мені жіберсе екен деп сол сияқты енді біз мына жырлата бергіміз келеді бірақ уақыттың еншісінде барлығы сондықтан базекеңнен тағы бір шығарма сұрап сосын ары қарай келесі жыршыға кезек берсек деп отырмын енді базарбайға өмірзақ атамыздың сөзімен бастадық қой өмірзақ атамыздың сөзімен аяқтайық та болады қорытындылайық деп жатқанмын ғой енді халық сұрап жатса қайта шығып тағы да өмірзақтың кәрілік және жастық деген сөзі осы отырған бәрімізге ортақ сөз ғой соны айтып берейін ал кеттік он жасым өттің сіреңі ойынменен ал 20-да қыз келіншек жиынменен 30-да ойнақшыған бедеуаттай 35 асылғандай айыңменен 40-та қылыш алып қырға шауып көрсем деп келер асу қиындармен 45 ой жүгіртіп өткен екен 50-де жүрдім аға сыйымменен 55 енді өзімде аға болып хей 60-та шалға тарлаңы ұйымменен ауи 65 аяқ қолым ауыр тартып 70-те үйір болдым үйімменен 75 ар жағында 80 және сөйлейміз құрбаяғы көңілменен 85 үйден шықпай отбасында отырмыз бал ойнатып келінменен 95 несін оның сөз қылайын ауылдас болғаным қая өлімменен ауи өттің бе қайран жастық соныңменен 25 кеткенің бе шыныңменен көш қайты көңіл сөнді қош айтайын жігіттік жүрген күнің сәніңменен үлкейдік шалда болдық дегендей көңіл өліп молда болдық қарайлап келін бала ыңғайына солардың сөзін тыңдап құлда болдық не пайда бір кездері зорда болдық мал дәулет басты уақыт барда болдық дегенде көрмегенге бәрі түрік бұл күнде елеспес қорда болдық ауи ойласам ой жүгіртіп баяғымды қылғаныс ойын күлкі ояғымды қол
созып алма мойын аруларға асауға салған екем аяғымды, өсігін әне бір жаман шал деп айтады дегендей ит қажаған таяғымды. Жастық өттің қараңғы түндей болдық, жабағы жерді жатқан жүндей болдық. Айтқан мен осы күні кім нанады, ай дегендей бізді жігіті сендей болдық. Өлкейдік ұмытшақпын, есімде жоқ, бес намаз одан басқа ісімде жоқ. Көнінде бес тайғырдай болған менен, бұл күнде тайғынандай бәсімде жоқ. Азайды қатар құрбы сырласатын, жай айтып көрген жерде мұңдасатын. Құдайым өмір беріп жасай берсек, үлкендік қолда келер ал жасатын. Ар жағы үлкендіктің сірә өлім, топырақ жүзіміздай құмбасатын. Айтады тірлік артық жұмағыңнан, айтылмай сөз қалған жоқ қазағымнан. Жәннетке жаным барса сыра жақсы, ай құдайым сақтай көрсің дозағыңнан. Алдында мәңкүрнен күр сұрау жауап, және де қабырдағы азабыңнан. Ден салам Расулалла жолындағы бес намаз жарылғай көр азанымнан. Тіршілік бөз күн басымызда, келмейді бас ауырса қошымызда. Ойнатып жаман мына немелерді, шүкірлік кемпір отыр қасымызда. Көргенде кемпір шалды күлуші едік, баяғы бала күнгі жасымызда. Сондағы әжуағып айтқан сөздер, мінекей келдау біздің басымызға. Сонда да тіршілікке қызығамыз, көрмесек замандасты сағынамыз. Кездесек жасқылардай сөз айтамыз, өткен соң бір-біреуге базынамыз. Үлкейсең тілден басқа нең қалады, әзіл сөз айтыспасақ не қыламыз. Көш келсе қора жақта күймеңдейміз, бір бау шөп көтер алмай имеңдейміз. Деген сөз көңіленмейді қартайса да, ай сонда да кемпір көрсек күлмеңдейміз. Кемпір мен шалды ойнайдай деген мысал, көңілге қуат дейміз әзілдексек. Оқсатам жастығымды жаз күніне, кәрілік меңдеген қыс күніне. Жамылып жылы киім жақынырақ, қыс түссе тығыламыз пеш түбіне. Сөйлейсе екі кісі не дейді дейміз, құлақтай мүкіс тарттау естуме. Қараймыз қолды көзге көлегейлеп, алыстау қиын болдай көруме. Ойлаймын көп баяғы күндерім деп, ішінде қыз келіншек жүргенім деп. Елесі есте қалды өңімде жоқ, ай болмадай бір күнгідей көргенім деп. Не қалдай өткен күннен белгі болып, соңғыға айта жүрер үлгі болып. Білмеген танымасқа кәдірі жоқ, атандық кемпірге де әлгі болып. Абырой атағында жас кезінде, жастықта көрінесің көп көзіне. Қаншама пәленшекен болған менен, үлкейсен қарамайды жұрт сөзіңе. Ортақ сөз бұлайтылған бәрімізге, жас орта жас жеткен кәрімізге. Шалдарым өмір берсе жүре тұрын, біреуіміз сүйеу едік бірімізге. Кемді күн көтерілік көңімізді, құтқармас түскен ажал ізімізге. Болмайма бәрі опа сол бір күн ой, жапқандай ақшы берек жүзімізге. Озбайды кәрітарынан шапқан менен, оңалмайды кәрі саулық баққан менен. Дарияға қысында мұз қатады, жазында жарға соғып аққан менен. Білсеңіз кәрілдің қыс мысалы, жасармас денің ұтқып жаққан менен. Жасарып кемпір қайта қыз болмайдай, мойнына алқа жүзігі таққан менен. Өлкейсің ми азайып ақыл тозар, айтқан сөз есте қалмайды ұққан менен. Асылсан қозылаққа күшің жетпейді, күнінде тайөгізді жыққан менен. Шалдарым шедерлерді жылқыдайсың, ай жасыңда жаяу түлкіңі соққан менен. Өлкейсен күзгі шөптей солғаныңыз, солғасын сірә тамам болғаныңыз. Әр нәрсе мезгілінде болады екен, не пайда жастау қиқу салғаныңыз. Суынып қосағыңда қарамайдай, белгілі пайдадан қой қалғаныңыз.
өлген күн ақсапар қызметіне бұйырса болады дейді жиғаныңыз. Өмірзақ бұл дүниеден аларың жоқ, о дүние болсын жолдас иманыңыз. Көнінде жігіттіктің қайран жастық, азырақ қыз келенмен араластық. Жасыңда айыбы жоқ ойын күлкі, болатын әзіл қалжың ол жарастық. Бұл күнде біз соларды ерсі көріп, кісімен күле кірген араздастық. Құлағын торытайдың елеңдетіп, тұсынан қыз дауылдың өлеңдетіп. Қырындап қыз қараса алдарынан, ақ көйлек жербешпетін көлбеңдетіп. Бар шығар іштеріңде жүргендерің, түнімен үй сыртында ит үргізіп. Өткен күн елестерін еске салдым, шалдардай алайын деп бір күлдіріп. Ай, әлелейдім Бәрекелді Базарбай аға, рахмет. Алла қуат берсін. Сіздердің алдарыңызда Базарбай Айбергенов, міне бүгінгі ұлағатты ұлы жыр кешінің алғашқы жыр шашуларымен бөліскен, бастап берген ағамыз. Міне гүл шоқтары келе жатыр аға. Рахмет. Әдемі қартаюды нәсіп етсін. Алла тағалам сізге күш қуат берсін. Жамбылдың жасына келгенше қолыңыздан қара домбыра түспей, осы ел арасында тек алғыс алып жүре беріңіз аға. Рахмет сізге. Бір қошеметтеп қояр аға. Міне тамаша. Жыр дейтін жақсы ғой. Енді келесі жыршыны ордаға шақырайық. Бұл кешегі Шоқанұлы Мұрынып Мекебай дейтін ағам шақырам енді ағайын. Мекебай аға кеші құтты болсын. Әдемілеп жайғаса беріңіз. Қысқаша мәлімет беріп кетейін халыққа. Жаңа өздеріңіз көгілдір экранда көріп жатқандай, теңгенің де рақаттың да көркеюіне біраз үлесін қосып жүрген кәсіпкер қазір осы салада жүре тұра қазақтың жыр өлмесін деп келер ұрпаққа насихаттап жүрген айтулы азаматтың біреуі. Кешегі ар жағы айтуымыз бұзаудан бер жағы жеменей, көрсеткен жеменейде бес өрдек, көрсеткен елге көп өрнек деп Мамыр дейтін ауылдың азаматы Мекебай дейтін ағамыз. Осы карантинде халықтың көңілін құлазытпайын деп, анау 20-шы жыл қазақ радиосына алтын қорына Қошан Мұстафаұлының шақыртуымен барып 1 сағат 45 минут эфирге өзінің жырын жаздырып келді ағамыз. Бұл да бір қуанышты хабар ғой сіздермен бөлісетін. Ал бір қошеметтеп енді жырға кезек берейік. Енді жемеле болғасын Мекебай ағамнан алдымен Ақтаннан бастап сұрай берейін, Ақтаннан бастап сұрайын, Ақтан атамнан шығармаларынан аға. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі кештің қонағы. Мына Сүгір атамыз айтқан екен, біреу ұрысын, біреу қысқа деп айырмаңдар, ар жағы бір атаның баласы ғой деп. Деген мен мына өз атама Ақтан атамның сөзінен бастайын деп жатырмын бүгінгі кешімді. Ай, дүнияң пазыл нұрланған, өзіңнен басқа жоқ пенде, өзіңсің жанның кемері. Ай, дүнияның еркең өзіңде, қатесі болсаң рақым қапы өт қызыл тілімде. Отырдым алаш неше жыл, алты қанат ақ-ордаң арулар тіккен төріңде. Ай, сөйлесең ақтан абзалдан, қызыл бір тілім тарқарсын ау мұқтасар яқұт маржандай. Аспан мен жердің арасы парасат пенен қамалғаны. Ғазиет маржан сөйлеген, ай, жарық бір сәуле ғаламнан сақтай көр Алла көңілді, мәғрib өтті арамнан. Ай, мен ақтаның кешелген талайға сөзім таранғаны. Алашқан ақтан болған мен жер түбінде қаларсың. Сүйеген, ай, сарай сараңнан ауи. Ай, паруардігер жасаған, ай, дүнияның жүзін қойдырдың, ортасын көрсең ғылымның әліппенен үн деген. Ай, ғалымдықтан да пайда жоқ,
ақыласын ғажап білмеген, Нухының топан суын аңай 40 жылдар кідіріп яқуттай маржан күлмеген. Қабадылдан Қасқартау атамыз Жақсымағұлы, 7 қат жердің түбінде, Фазылы мені аяқтың дүрегейн ауи. Ай, жасаған жаппар жаладым, есілсең иман қабарым. Дүйсенбі күні дөреліп ау менің аның белінде, пенде болып біз жаттық ай бақидың қауқар желінде. Қожалғаншы дүния мақырып көрейін деп ойлаған бар меді көңілім ол күнде. 9 ай 10 күн толғансын, жұмада күні мен келдім ай палейде қауқар жүзіне. Ақтан деп атым қойылған, көргеннің көзі тойылған. Басымды тартқан жерім жоқ, алталаш байтақ бұйымнан. Ал бірге жасым келгенде, жыласаң ақтан балам деп айналып көңіл оралған. Әлдейлеп балай қолғалған, алдының алып сүйгендің ай 12 мүше қабырған ай көңілдерін қуанған. 3-ге жасым келгенде, есікпен төрге талпынып, көргенім жоғау тартынып. 4-ге жасым келгенде, есіктен төрге бүгілдім. 5-ге жасым келгенде, даусын естіп атаның, алыстан ай талай жүгірдім ау. Ай, 6-ға жасым келгенде, көңілге түсіп бір қиялы, сөйлеуге көңілім түнердің. 7-ге жасым келгенде, пайғамбар сөзбен абзалын. 8-ге жасым келгенде, ай аптекте Құран бастадым. 9-да жаста бітіріп білдім жауап ақбарын. 10 жасыма келгенде, арабы түркі парсының, тастамадым сағасын. 13 жастан бітірдім ай аралап екің арасын. 12 тақты мұқтасар менен де қалып барасын. 14-ме келгенде, Кабаға бардым жетіліп көрейін деп көзіммен ислам тілдің шамасын. 16-ға келгенде, яқуттай маржан түрленген. 17-ме келгенде, мен бірақтан діл барың. Ұстазым абылы шешеннен шежерліліп бірленген. Ұстазым абылы сөйлеудің ай екі талай жерлерде сөйлеген сайын көңділген. Ай, айырылып бір күн кетерміз, жамағат ай жүмлі сендермен ауи. Ай, 20-ға жасым келгенде, Кабаға барып бірлендім. Ақайтта деген ғылымның ай сауапта қылып өңдедім. Ақайтта кеңес бастадым ай ғалым менен сұпының, көбеді кірін ашқаным. 25-ке келгенде, көңілге түсіп бір қиял құшқанаты қаламның қағазын ала бастадым. Ал жүрікті сөз жақанда сескеніп бұдан қашпадым. Көрсеттім дүния пәлейден 2 талай ақбарын. Аяқтан да бала келсін деп, көкірегі толып қарсы алдың ай пірлендім ұстаз пір қылып. Сөйледім ау дүнияны қауқардан асыл жем қылып. Кетейін дүния басылын жан барында жем қылып. Алашқан ақтан болған мен 3 жүргінен болып жер түбіне барғансың. Жатарсың ай көңіл ай жем қылып ауи. Ай, 25-ке келгенде, алаштың көрдім құралын. Қадырда шағып тайсалды 32 таңбалым, ноғайдың көрдім құмарын. 45-ке келгенде, айналып қарқиуаны, талайда жерде құрадым. Ғапу өткей рақым босқа кетсе күнәнің, құлағыңды сал бақтияр. Дүниядан менде кеткен құлай боларсың ақтан ұраның. Әкеңнің сөзін айт десе балалы қылып байқалмай қозғалмасын құлағым. Ал алдымда жаман айдахар басын салған бөгет тұрым. Менің айтқан сөзімді табанға басып торлама, болам деп ақтын зорлама. Бір айдахар мен көрдім ай сарғысыз жерде қол салған, жердің де түбі қозғалған. Алтын ұшқа бесіктей көк бұлтқан қаралған. Сол заманға барғанда пайдаға аспасын атанның қаншың ақтан болған менің. Мен бір жатқан сары көз айдай, көзі де бітеп қуарған ауи. Ай, қымбаттың ай, сәлем ай, айтқайсын. Ай, 12-ден ата байлай, алталаш байтақ елдерге. Және де сәлем айтқайсын, құрбыда қатар теңдерге. Ал бақтияр енді ғапу ет,
мен де көкем болам деп орынсыз жерге желдім бе. 6 жасыңды оқыттым ай арабы түркі тіліне. 15-ке жасың келгенде кеңесті қылым көзіңмен. 20-ға келгенде көпке көңілің бөлінген. Ұйықтап бір жатып түс көрдім ай түсімде жаман іс көрдім. Мен дүниядан кеткенсін білім паш шығар ізімнен. Көрсетпе жаппар құдайым қорқамын заман түріңнен. Ал тілдері науқар жер болар қара жердіре тілетін. Жер түбінен аударып ырзығыңды көресін. Қапылғанда бақтияр неше бір бұрма әсем деп ақтенеге киесін. Оқу ғылым білмейтін неше бір маржан асылдар қатарла дәурен сүресін. Көкемнің айтқан сөздерің ай шын екен деп сол күнде қапыда болып жүрерсін. Мен өлгенсін артымнан ай қарада жерлер қозғалар. Күн мен айлар тұтылып ай ғалымда сұпы ойланар. Ұлама мешін тарлып ой есікке кілт салынып қаразым бұқар тұлғалар. Қорыққанда жасаби қайғыланып мұналар. Ай әкеңнің сөзін айт десе ария қылма сөзімді бүлдірме менің тілімді. Арамдан адал көбер айдай қабырлы жатқын жерімді. Тамаша Мекебай аға, Алла күш қуат берсін, шаршамаңыз. Рахмет. Енді ардақты ағайын жаңа айтып кеткендей, жыршы жырау дейтін халықтың адамы ғой. Сол өзі әрбір өнерге келуге де әр нәрсе себеп болады демекші. Бұл енді Мекебай ағамыз жастайынан сүгір жыраудың жырларымен сусында өскен. Бертін келе жақсылық атамыздан бата алып, ел арасында қазіргі таңда осы Сүкеңнің де бір топ шығармаларын жас ұрпаққа насихаттап жүр ғой. Енді келесі шығарманы сол Сүкеңнен сұрасақ. Мекебай аға. Мынау сүгір жыраудың өмір өткелдер деп өмірде көрген білген кішкене баяндап жатыр екен халыққа. Жетімбектен аралбай шабуылы шаршы ақтаммен сәтті құл менен кешегі бәлейдегі қашаған. Болмасақ та солардай туысқан талай сөйледік ай адайдан аруақ орынғай. Сүкенгелден дегенде талайдың көңілі бұзылды. Ай сүкі сөйле дегенде 14 біріне 10 саусақ жұбаттың талай мұңымды. Қартайып қайрат кеткенсің тыңдамаспын сұм жалған. Айтқан мен енді сырыңдай. Жалғаншы пәле жарықсын 9 ай 10 күн мекен деп ананың жаттым белінде. Қызықты мәулет қарлық бар медің жолдас өгінде. 9 ай 10 күн толғансын жұмада күні мен келдім пәлейдегі ауқар жүзіне. Әкеме де бегендік аты сүгір болсын деп азанын айтып құлатқан, ажарын көпке сынатқан. Мен халықтың кекілі сөйлегендер сынақтан. Кеттім ау талай сөз сөйлеп алқалы жиын сынақтан. Қартайған соң азамат бір тиын екен ажарың. Кетіп тұр қолдан базарым аты сүгір болсын деп. Ай бірге жасым келгенде қымбатты қолған алғаным. Ғапы өткей рақым жасаған Алла әкеліп көтеріп топқа салғаның. Сенедің адайар уақта мінгенде жүрік саңдағым. Көр алмай егер көз жұмсақ риза болың әлеумет. Ай келім берді құдай кекіші жүран шаңырағымы. Ай бір жасыма келгенде ақ бесіктен тербенген. 2-ге жасым келгенде ашу келсе желденген. 3-ге жасым келгенде ата менен ананың алдаушы мен болдым. 4 жасымда сөз сөйлеп інісі болдым ағаның. 5 жасыма келгенде алдына бардым молданың. 6 жасқа келгенде сүндет өтіп қолымды ашырдым хаққа жолымды. Тыңдаған қазақ баласы айыпты емес мұнымды. Аңсаған менен бүгінде табалмассың абыл мен ақтан нұрымды. Болады сүгір дегенге көңілім талай желденіп. Ай сөйледім 38 өнер менен
таңдайға берген құдай шеберменен, ал осадай олқы деген жоқ сөйлесіп едім, талайдың алып едім атпен нарын. Ай, мінекей қаяғымнан келіп қалдың, білмедім селкілдеген қарлық жане. Адайға қанша сүгіріп болсам дағы, осы күн бесіктегі баладаймын. Ай, ел қонбай ессіз қалған даладаймын, айырылған патшасынан бағы кетіп құлаған сахралы қаладаймын. Ай, ағарып сақал шашым келді 80-нен кәне енді көңіл бөлсең. Ай, Маңғыстау жаңа өндіріс қызығыңды шалықтап бір айналып көрер едім, кешегі 40 жасыма қайта келсең. Ай, мінекей 38 толған шағым, бар меді көңілінді болған ғамы, келгенде 2-20-40 деген, ал 40-та біраз қантай қызық деген, 40-та қырға шығып қылауладым. Ай, тойды өсе бір жырламай тұра алмадым, адайдың талай жұбаттым ау қайғырып жылағанын. Көбедің алдымызда қатар жүрген жас балдар жаңа заманға менің керегім не? Ал біздің сөз өзімменен кетер бірге, аман бол көре алмасам қалған менде, шай құйып ақмаралдай түрмеленіп отырған ақсам аурын шандоздарым. Осы күн қалмапсың ешбіріңден. Ай, 40-тың 4-еуіне келді жасым, ай, оқыған өттау қарандашым. Бүгінде маған айттау білімділер, ай, жырлама сүгір күнә деп, балалық бенен Албырттың қоясын ба сірә деп, 5 уақыт намаз руза оқисың ба тағы деп, келешекте намазың жәндеттен қонған бағы деп, 45-ің желдері қойсын ба мына тыңдалған. Білімділер менен салыстым, бір талай жерге барыстым, күнәді жалғыз мен ба деп, тексеретін мені сен ба деп, жыр айтқан мына шіркіннің күнә болса егер де, Абыл мен Қабыл екеуін 7 түрлі сазбенен, анасының ішінен, ай, туғызған оны мен ба деп. Ай, келгенде 45-ке базарладым, халықтың тыңдап жаттым хабарларын, баласын бегендіктің алып келдіп, шалдарым сәлем жасса қала алмадым. Ай, бүгінде міне тұғын мәшін қайда, әр жерге жауратпен жалаңдадым, қыдырып ақшоқаймен жалақтадым. Ай, осыдай енді менде өкпең бар ма? 60 жыл мерекеңдің ай амалдадым. Ай, келгенде қош 25-50 деген, 50-де жетім қалған баладаймын. Ай, азайып қатарларым елеулеген, 50-дің біреуінде ажар кетті. Ай, бұрынғы қызық мәулет базар кетті. 50-дің екеуінде қарап тұрсам, ай, ағарып сақалыма ағеніпті, байқадым жігіттіктің кетіскенін, білмедім 53 пен 54 қалай менмен келіскенін. Келгенде 55-ке күшім кетті. Ай, ауыздан бірін тісім кетті. Ай, ажарым жазық маңдай, қаранған ақтыраудай түрім кетті. Ай, 50-дің 5-еуінде белден қалдым, бұрынғы адаятты елден қалдым. Ай, айырылып қалыппын. Ай, бұрынғы күліп мына ойнайтығын, інімен аға жеңге бауырларым, қарлығың бізден мына күшті екен ғой, осы күн қобалдарым ай ауырладым. Ай, 50-дің 6-ауына келді жасым, байқасам 25 пен 40-30, бәрі де көрсетпейді шекарасын. Мінеки 59-60 деген, ал 60 жас құрдас болды енді мен 60-ты бір тәуекел амалдадым, ал халыққа қалам жазып хабарладым. Келгенде 61 мен 62, қарлықтың енді келдім маған шеті, 60-тың 3-еуінде де башартпадым. Ай, тойды өсе бір жырламай қала алмадым, сәбидей бесіктегі алаңдадым. Адайға тона жатқан Маңғыстауға, семсағыз ойлы-ғырлы арқадағы, мәртөкпін жайсаңдағы қалған елім. Ай, қат жазып сағынғаннан хабарладым, шалғыған жер мен көктің суындай, отырмын осы күні бір балапан, айырылған бір балапан ел суынан. Мінеки 65 пен 66, ал қарлықтың осы емес берген салты, 60-тың 6-ауында сәнім кетті. Ай, желденген 14 біріне 2 шекпен, қосатын сағадағы әнім кетті. Баяғы әнге сал деп жеңгелерім,
ай әзілдеп керемештеп бел басқандай бұрынғы күшім бар ма сағадағы кем болдық бесік деген баладағы қартайсаң қатарыңда менсінбейді ай сөйлеген жаңа жырау жас балдарды көргенде қыз келіншек желпеңдейді қартайғанына сүгір не керек деп құйдүйді шампан менен арағыңды ай білемін сүгір дейді талабыңды баяғы ай салқам мен жан салқамға ай сұлу қыз күңірентіп саған арнап ән салғанда әлде де көрер едім әттен тәңір қайтейін қарлы қалдың ай амалымдың ай мінекей 78 желдей болып отырмын жаңа қонған елдей болып 70-тің бесеуінде білмей қалдым желкеме бір пәлекет мініп алды ай қозғалтпай осы күн үзілдей болып адайға қанша сүгіріп болған менен осы күн ақ төсекте мен бір әуре келіңдер тазалыққа үй тігелік далаға шыққан мынаңа күндей болып ай сақалда шашым ағарып қартайғансын қойса екен аралап мына жырларды ай қартайса да бұл сүгір қоймапты деп әлде де әл қуаттың нәпсісін мереке жиын тойларға барғанымда жас балдар мен де сүгір болам деп әуреге салды басымды әттен тәңір қайтейін жақсылығым болғанда көтерер медің көңілді әлде жырлап қасымда батия берген балдарым алыста қалды қарағым кеудеден жаным кеткен күн жұлдызың туып оңынан оңғарылғай сауабың сүгірдің мынау сөзі деп келім берді құдайге баспалайды қайтейін 8 арыс адайдың ортасында жырласаң бір аударылып қабірімнан көрінер мынай қарағым ай қазаққа даңқы жайылған жамбыл өтті жалындай сағынған ерлер барғандай ақмақта басым қайтейін жас күшімде бармадым шақырсаңдан алмата әлде қандай болам деп көрмесем де көргендей бақытты бол мәңгілік қазаққа болған астана ай әттен тәңір қайтейін алматыға келсін деп даусым бізге берсін деп талай мені шақырған ақмақ басым бармадым бармағанның белгісі оқымаған надандық осығым білдім өкініп босқа міне қалғаным тірі жүрсе дүнияда менің айтқан сөзімді жоғарыға жалғаңыз ай жетістір жыршы балдарым ай 12 баулы өзбегім алыс емес сенде өз елім толып жатыр ішінде қимайтын қауқар көз өлім бұл ауылдан да көп шықты пайғамбар мінген кемедей әлишер менен науайы көрмеген адам нанар ма әркімдер мұны айтыпты өзінің тұсында қатар ойнап күлгенін ыбырайым ағам жіберген жазып кеттеп тірлікте ай тарихтың қалған кем жерін ай 8 ара сейілхан сені де тастап не қылам емшектесім ежелден ақалдың ақалтеке жаумыт жаудырып ай әр сары егізедік бірге келген ішінде қараман бар заманында ал кешегі бекет ата әулиелер орыссыз бірге оқып бірге жүрген ысмамыт мешіттесім қожалар бұрын тұрып бірге келген ай шайқысың әулиесі толып жатыр ішінде мақтым құлы сөз сөйлесе еш адам тең келмеген бұлар менен сөйлеген мұқтасардан құран менен солардың арттарынан сөз айтып біздерде амалдадыға құран менен Әрекелді Мекебай аға өте керемет. Ай сүкеңді бір аунап түсіп жатқан шығар бүгін. Рахмет. Енді Мекебай ағам Сүгір мектебінің насихаттаушысы ғой, осы мектептің өкілі. Енді арасында мына көрермендерге былай қарап қойып отырмын. Көңіл ашар бір қоңырайым болса да артық болмайды ау деп, солай емес пе? Жыршылардың арасында бір ән салып қойын арасында дейтін еді ғой. Сол сияқты Мекебай аға арасында бір қоңырайынға да кезек берсек. Кешегі Түней Жүзбайдан болса. Ал бір ән салайық арасына. Түней Жүзбай дегеннің қоңыр деген әні.
барада дәуір өтіп басымдағы қайран күн кем боларсың жасымдағы ішінде мен қосайдың жүзбай едім аман бол қалған елім айдай артымдағы білгенге атым жүзбай шынар едім жасымнан ән мені күйге құмар едім қолға алып аға домбыраңа ән салғанда мұхиттай қоңыр салқын дариғай тұрар едің көмейден жыр төгілер сағынғанда қара жер сен бір саует дариға жамылғанға сайраған жас көңілден қайран тілім халқыма болшы сауғай дариға сағынғанды ай тамаша тағы бір қырынан көріп жатсыздар енді рахмет мынау арасында ән де салып қойып жатсыз жыр мен дауысты ашып алдық қой кішкене арасында ән де болсын деп ән де сұрап жатырмын енді көрерменнің сұраныстары бойынша тағы әрі қарай бүгін мекебай тыңдаймыз бұйыртса Асекең екеуін келесі шығарма мынау сүгір Қаразымнан көшіп Маңғыстауға келіп кеше Қаразым артта қалып елден айырылып қалдым қатар жүрген құрбы теңінен өзімді 80 толтырып 90-ға қарап отырмын деп үйінде жатып алып шынтақтап жатып алып қолына қағаз бен қаламды алып алып менің адайға да құдайға да өкпем жоқ деп бір екі ауыз хат жазып жатыр екен былай кетпестен санаулы демім бітпестен сөздің басы пәнейін бақи ордан күтпестен қолға қалам алалайы кеудеде болса шыбын жан тербелтіп жазып өтелік Қаразым үлкен саланайы ай өлерінде сүкең айтпай кетті деп ашуланып балдардың жабылып жүрер қабағайы ақ қағазды қолға алып әрі-бері сөз бастап ата қоныс туған жері балдарға сәлем жазалы жазалай ай менің базарым бар ма бұрынғы ай жиынды жерге сөйлеген мен сөз айтсам нанбайдай сарқытым қашып сарбинас қатары көшіп көрмеген кешегі ащы судың бойында әлитауан ас беріп
ай 800 отау тіктіріп сол күнде сүгір мен едім. Алқалап көпті өңдеген таласам деп талай қалып еді ау шаңдаң менен. Емеспін мен таңқай құрылық, талай ербөлектің алдында шайырлар көріп еді ғой маған ұрынып. Мен талайдың көріп едім ғой алғытын, адайдың 50 жылдай алып едім ғой алғысын. 81-ге келгенсін, жетіп отыр мінекей, ай дүния пали қарғысын, ай қарғысын. Ай қаразамай алқа алашын, ай мен көрген жақсы ерлердің біреуі жоғау бұл күнде. Саламат болың Сарбиназы, дұғай сәлем қат жаздым 360 әулие. Ай дін қаразым Несіптайы, қолтығымнан дем берген ашарық күнің Несіптайы. Зиярат етіп әрқашан ат жаптырып алғалап, әуелің айтып сөйлейін келім берді Құдайке. 12 ата ұламан, қонысы бөлек тәзікем табалмадым ау ішінен сөйлейтін сөзі соңынан. Танымасам да барадай ораз келді пір жаным оқ тимеген қоңынан. Мен дұға еттім жақсының рухани соңынан. Со қаразымның ойында термелеп айтсам соларды сарқаланба бұларда. Сүгір әлі барма деп естіген жандар құмар дейді. Оқиттағы шалдарым бес алқам аят Құранда, Құрандай. Ай дұғай сәлем қат жаздым, ай ұшқан құлсан қат жаздым ақ қағазбенен сендерге. Бүркітбай менен жақсылық балдарым жүрсе саламат. Менен сәлем дегейсің Қараш Ыбырайым шайыры тарланғай. Ай ол халықтың қалған ағасай, ғалымның болған сағасай. Бой жетіп жүрау бүлгінде 81-8 шамасай. Алыс болды ініңнің қол алуған арасай. Кешегі 44 жылында аяқтан әлді алған күні, ай басқа қиын салған күні. Ыбырайымды шығарған елді жарықта, балдарым кендау шалақта, қонысым кеттау алысқа. Менен сәлем дегейсің бегейде жүрік ұрабай. Ай заманының ұранай, кеше есен жүргенде тарқамап еді сүгірдің үстінде байтақ құралай. Сау саламат жүрмекен қанды көйлек жолдасым, мен бір орал алмай жүрмін ау бұл күнде жақсының тіккен ордасын. Байқап көрсем сол күнде шоңай шайқым бұл дөтті. Ай сабақпен көпті тоқтатқан, қатепті қара нар едің әлсіздерді жұбатқан. Көшербай ақын бұл дөтті таңдайларың аумаған. Ай қалқын ұсын даулаған, Көшербайдың мырзасы Сәлим ақсым шырағым. Құтты болғай үстіңе адай тіккен құралым. Тағы есен жүрмісің ай бермаған бет шырағым, қанды көйлек пырағым. Шалбардан әділ марқабай сыналқыға түстің бір талай. Бөкенде жүрік Сүлеймен шешендікке келгенде Селдәрияның сағасай. Алдыңа келіп кідірген мұп мұсылман баласы баласай. Ай денсаулықтың кемінен ай құралмай кетіп барамын Түркістан бойын жайлаған. Қожа Ахмет Яссауи кең шарғының панасай. Қиуада палуан Ахмет Қарағапы шикебір. Әулие шайқы шамуын, қожа сүппірлерім ай ашылған жәмдет күлдерім. Қартайған соң адамның мейірінде тұрмайды. Жалынсаң да қарлық айтқаныңды қылмайды. Қартайсам да қадірлі әлде болса шалдарым. Ай даусымды есітсе құмартып жақсым тыңдайдау. Сүгірдің бар ма арманы, жігіттіктің күнінде, денсаулықтың жөнінде. Ешкі қырған ашы су Маңғыстаудың дөңінде. Шалқыдым талай ел ішін, құрбыда қатар теңішін. Атаның сөзін насихат жүресі қайып етпеді. Өмір қылдың бойында аңсаған адай қалың ел. Бұрынғы бар ма ерлерім, алқаға түсіп алшаңдап Тобанияз өришаным. Ай жырласын сүгір деген күн, бір ауыздан сөз бермей отырды талай ерлерім. Нәурізек мұна Аманбайы, батасын берген пірлерім. Сөйлей бер сүгірінім деп толтырған талай дұғадан, ғариптердің кем жерін. Отырбас мұна қарасай үйретіп талай нұғайлық, қалқының болды шеңберін. Соларға мұна еркелеп қадыр өткен секілдай, ағада менен жеңгенің.
ортаңыздан әлеумет балапан үйрек қаздардай адай қатар жүріп көлбедім Сүкеңнен жырлап атсыз ғой, осы сүгір жыраумен замандас кезінде қатарлас бірге жырлаған кешегі Қырымқұлда белгілі Ұзақбай атамыздан да сұрайын деп отырмын, әке. Қай шығармасын орындаймыз? Көрерменнің құлағын құрышын қандырып, домбыраны суытпайық. Ұзекеңнен де бір шығарма сұрайын деп отырмын. Ұзақбай мен Сүгір екеуі қатар адам екен. Сүгір қайтыс болғанда Ұзақбай ауылда елде болмай қалып, соңынан келіп қала ма деймін шамасы. Айқайлап, алыстан, Сүкем қайда деп, Шолпан атаға барып шалды жерлеп келіп, отырса, Ұзақбай келіп, құрдасым қайда, Сүкем қайда деп айқайласа, Сүкем кетті депті. Қайда кетті? Қаразымға кетті ма, Шағадамға кетті ма деп, бұрынғы жол кетіп қалатын андамында. Сұраса жоқ, Шағадамға да кеткен жоқ. Қаразымға да кеткен жоқ, Насыбайында атқан жоқ, Кесікбастыра тартқан жоқ, Шолпан атаға барып жатты депті. Содан мән-жайды түсініп қалып Ұзекең. Халыққа қарап, халық тамсанып біріне бірі қарап, сосын Ұзекең халықтың бағытына қарап, бірге жүрген тарланым еді, құрдас едік, ұраным еді, қатар жүрген. Мына халық басын тарқамай тұрғанда бір-екі ауыз Сүгірге бәйіс айтып шығарайын деп, былай деп бір-екі ауыз толғап тұр екен дейді Ұзекең. Берсе уағданы бір жаратқан жәлелім, тимеген жанға жәлелім, қызыл тілгенді сөйлеп қал кеудеде жаның барындай. Атамыз алаш жабалдан жан болғалы жаралып, әзілің едің үлгі алған 33 мың сахаба Яқұт пір маржан ырғалған. Ешкімге опа бермейсің, уақыты бітсе уағдалы, қалады бізден бұжалған. Абыл мен ақтан нұрымдай, байбақтыра сырымдай, жетімектен аралбай сәттіғыл менен кешегі бәлейдегі қашаған. Болмасаң да солардай, тұлпар едің қалқымның айдай, талайда жерден үлгі алғын ауи. Ал арғатаң мұңал болғаннан, басыңа бақыт қонғаннан, дережең биік сен едің, әкеңенде бегенде кабаға барып бірленген, басына қалқар өңделген баласы едің қартымның. Қадірлі қымбат қалқымның, адайда табын әлімнің ортасында шалқыдың. Сүгірі болдың күнінде жиналған мұна алтылаш көбелеумел шаршының. Қайырлы болғай ендігің айды, әмірәдай жаны тартының ауи. Ал 9 ай 10 күн анаңның құрсағында жатқанда, Мәлекі Мәуд Жабрайыл таңдайыңа дәм берген, дүнияға келгенсін сен едің ай атаңда сұр үйленген. Ал 1 жасыңа келгенде атанаңды қуантып ақ бесіктен тербенген. 2-ге жасың келгенде көбірлеп талай сөйледің ау шығарып жауап тіліңнен. 3-ге жасың келгенде есікпен төрге жүгірген, сағынған анаң сарғайбай қынай белі бүгілген. Ал 5-ге жасың келгенде бегендіктің баласы құр емес деп алашқа ажарың қымбат көрінген. 6-ға жасың келгенде қараладың аптектен, 7-ге жасың келгенде қызыл судың басында, ұстазың едің ай кешегі Аразмағамбет ақынға. Оқып едің ғылымның, тербетіп едің пәлейден сөзбенен сұлуын есібін. 8-ге жасың келгенде қаумалаған ағаның інісі болдың күнінде. Арғалып балай отырдың бұл халықтың төрінде. Неше бір қымбат асыл сөз барадың айда кетіп тіліңден ауи. Жасың келгенде өнерлеп сөзді бастадың, алқаны көрсең қашпадың, алқалаған әлеумет рахмет болдың алғаның.
мен халықтың ішінде гүлдендіріп қуантып мұңайып жатқан шаңырағын, қорламадың ау атаңның артында қалған шаңырағын. Суғыркөлде дегенде аға жеңге қарындас, ініменен бауырлас, жиналдың айда мына жан жағың ауи. Ал 15-ке жасың келгенде ақселделі қартымен, сөйледің талай шаршымен. 19-ға келгенде үйлендірді атаңыз, немере көріп кетсем деп бұрынғы адам ата ауаны жаралғанның салтымен. 20-ға келгенде өнерді шаштың тақылдап, 25-ке келгенде байгатындай ырғалдың, қалың топтан үлгі алдың. Суғыр деген атағың қаразымғанда қамқұрал, шақ адамның саласы алқамға тілі айналған. Сөзіңді қата деген жоқ айды, мен қазақтың баласы. Ал 27 жасыңда қамқа бөрік басыңда, жолдасың мына ұзақбай мінедім ау қасыңда. Әли табанның асында сөйледің сөзді боймалап, жауапта көрдің оймалап. Бегенде құлысы көрдің лабызы шекер екен деп, талайда шандоз кермақас артыңда жүрді қорғалап. Көмейден сөзді шығардың алтын шайған күмістей, тыңдады халық олжалап, көрген жерің сірә жоқ. 30-ға жасың келгенде өнерледің көңіліңді, 40-қа жасың келгенде айтқыштығың алашқа ақиқатың білінді. 50-ге жасың келгенде еркеледің елдермен, кеше қиын күндерде қош айтысып жөнелдің Маңғыстау мына түбектай ата қоныс жерлермен. Бүгінде байқап қарасам абылақтан болмаса, жыршыларда көбейді салсырсам сағыныш. Өлшеуің айда бар ма сендермен ауи. Жасың келгенде тұла бойы тұңғышың, ес қуатты сағынып сөйледің талай тарығып. Қайғының отын жамылып, жаратқан жаппар бір аллап, бермедіріп тілекті тіршіліктен нағылып. Ай, жетеуден қалған өтөлгін, қайғырдың талай қамығып, шопан атаның басынан көшіп келген күніңде. Аруақ менен алаштың ат шапқылы той бердің, қартайғанды білдірмей күлімдедің ажарлап, сөйледің сөзді базарлап. Ал өтілгеннің мінекей өсиетін орындап, отырсың бүгін дүние пазылы көпкен ұйымдап. 80-нен жасың асқансың, қатар жүрген бізбенен қош айтысып барасың. Ақ орданың айдай тұлпары тарланымы айдай, 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 аридай, айдай, айдай. Шығарып салған екен. Осылай қиқулап отырыңыздар. Сіздердің қиқуларыңыз жырауға шабыт береді деген. Ал енді құрметті ағайын, бізге берген уақытта не қылдайды? Бізге берген уақытта кішкене тапшылау болып тұр, әйтпесе бәрін айтқымыз келіп отыр. Енді мына ұстазы жақсылық жыраудан да бір шығарма сұрап, сосын бір қорытындыласақ деп отырмыз енді. Қысқасынан біреуін қайыр ма? Мынау Сұғыр Маңғыстауға келіп, шәкірті жақсылық тұна қорғанда қалып қойып, қатта қорған дейма Өзбекстанның бір елінде. Соны сағынып, келіп атса, осылай сәлем қатынды берерсін деп тапсырып жатқан жер екен дейтін ау. Ал дүнияда осылай еден тілегенім, етемін қайғың арман тірі күнде. Бір көріп ажарыңды бір айтысып, көрім ба әлі тәуір келгеніңді. Қартайып шалың жатыр ғой қайғыменен, қалыққан алдамына жайменен бала жуаз мінезіңді. Тірлік ес қуатым келгенімде, сөйлесің түріңгі бір көргенімде. Халқына Маңғыстаудың ертіп жүріп, қарағым таныстырарым деп едім ай, бермеді тәңір енді тілегімді. Ал халқым әлде болса жатыр аңсап, мереке жиын десе жырлағаным. Кең адай алғыс айтсаң батиялай, сөзімді мағлұм алып тыңдағаның. Бұл жерде мына қарағым сөзің барда өзің жоқ, шығарған сөзің қарасам пластинкің ұраннан. Келіп жетті бізге де Алматы байта Құраннан, оқып көріп жазғаным, хабарым барау шырағым, дәмемеді осылай. Атадан туса сүйегім, бірге туған жиенім, бөтеншілігім сірә жоқ, арыдан жауап тіледім. 8 арыш адайдың сәтті құлдың соңынан, сөйлеген сүгіріп мен едім, Алматыға жиенің барды деген хатыңнан. Ай, пластинкең жазылған,
бәрекелде шырағым лабызым көзім секілді, қамығып мына жыладым жаңа туған баладай. Тірі жүрсің тірлікте бір көрерсің ата қоныс Маңғыстау үлкен қаланы. Келін берді Құдайке өзім өлсемде арман жоқ, артымда өзің болғансың, көңілім жырау толғанып, баяғы айтқан бір сөзің туыр келді жиенім. Ай, өтөлгендей баладан немере көріп қызықтап, атында қойдым ырыс деп, болар деп, бағы дұрыс деп. Ұзақбайды жырлаттым қалғанда байтақ адайға, ек шал деп ат тағылған. Қолға түспей сен жүрсің даусыңдың адай сағынған. Кеудеден жаным кеткен күн хабардар бол шырағым, уақыты бітсе ұмытпа. Шығарып айтып барынан, Ұзақбай менен сүгірлер есен аман жүргенде, тірі жүріп ержетсің, даусыңды құлыным сағынам. Маңғыстауға келгенде шопан атаның басынан мұңадар болсаң табылам. Сүйектес туған жеделім, ой сененден аяп неғылым. Нешелер парақ сөз жаздым қалғанда байтақ адайға, өсиеттерме көп жаздым ау болсын деп бақыт тағы да. Тірі жүрсің тірліктен айналып келсең аларсың, жалғастыра қаранар бейдесін тағып шырағым, сандыққа салып тапсырдым. Келе қойса жақсылық, ай бергейсің деп мына тағды. Айтып жүрген жандар көп, сөзіңді бір сүгір деп әурелеп жүрген балдар көп. Мен де сүгір болам деп домбырасын алған көп, сөз парасатын қарасам әуре болып қалған көп. Біреулер жырлап ау ақтам менен абыл деп, біреулер жырлап ау сәттіғұл менен сүгір деп. Менің сөзім белгілі келім берді Құдайке, екі арыс адай еліңе, алттан балы әлім мен жеттан балы жетіру. Ал тұны жатқан төрттей олардың бар алмадым ау еліне. Еділ мен жайық саласы, сөзімді қата деген жоқ, ар жағын айтсам мінекей, ожырайық үлкен ағаның баласы. Бір көруге сағындым, туып өскен жерлерді, жайқалған тона сарғамыз. Сонанда бері сөйлеген сүгір таллан мен едім, ақсам менен оймауыт қалқыма жайлым мінезім. Кеудеден жаным кеткен күн өз сазыма салып сөйлей берем, ай табылар тағдыр керегің. Ай саған жауап айтамын, Ыбырайым ақын тұлпарға, бір көруге сағындым, қатарлас жүрген үңкарға. Ай қатарда жүрген қаранар бірінде бірі ұмтармай. Екінші менен сәлем айт Кітабай менен базарға, қиындық асыл ажарға, және сәлем айтқайсын Қадай менен Алиға, және сәлем айтқайсын Сәрсен Қали Мусаға, және сәлем айтқайсын жарыдағы ес болай. Жеткенше енді соларға, және сәлем айтқайсын қатар жүрген ордаға. Өз қатарым болмаса кейін өскен жас балдар біздің сөзін не қылсын, оқып жатыр оларда. Ай жаңаша заман молдаға. Деп сүгір сәлем қатында жолдаған екен дейді. Рахмет. Мекебай Мұрынып ағамызға да бір қошемет беріп қойыңыздар. Рахмет Мәке. Шығармашылық табыс тілейміз. Отбасыңызға Алла тағала берекет берсін. Орындаушылық шеберлігімен баршамызды жырларымен баурап, рухани демалыс жасап жатқан енді қос жыршыларға. Мекебай аға, кетіп қалмаңыз аға. Келіңіз. Сізге гүл шоқтары келе жатыр. Залдан гүл шоқтары келе жатыр, қабыл алыңыз. Міне, рахмет. Жыр дейтін бұл насихат дейді. Мына жырларды жақсы ұғым ет дейді. Рахмет. Кішкентай бүлдірсіндер келедірген. О, міне тамаша. Болашақ жыршылар ғұны. Рахмет Мәке, жырлап жүре беріңіз, тек қана алғаныңыз алғыс болсын. Рахмет, қазақтың ұлттық өнері өлмесін. Алла ардақтағайын, бізге осындай мына рухани демалыс сыйлап, бойындағы барымен бөлісіп жүріп жатқан қос жыршыға енді айтар алғыс ретінде, мынау енді рахмет ретінде, енді одан бұрын, мына құттықтау сөзден бұрын алдымен осы біздің ұлттық өнерімізді өлмесін деп, соны насихаттап, осы кеңінен халыққа таралуына себепкер болып жатқан, қолдап жатқан қала әкімшілігіне, мәдениет бөліміне,
соның ішіне мына Қожаназар қызы Дәмеліге мың алғыс айтамын өзім атынан, және бүкіл осы ұлағатты жыр көшінің атынан, сіздердің атыңыздан рахмет деп бір қошеметтеп қойсақ болады ол кісілерге. Осындай біздерге мүмкіндік тудырып беріп жатқан. Енді құттықтау сөзге кезек берейік. Көпшілік олай болса, жаңа мен айтып жатқан мәдениет үйінің басшысы Өтебаева Дәмелі Қожаназар қызын ортаға шақырайық. Және арнайы осы жыршылардың қазір көшін бастап, құттықтау арна өлеңдерімен жазып, біздің осы өнерімізді өлеңімен жеткізіп, үстімізге бір шапан жапқандай болып жүрген Қаржаубай Рембайұл дейтін ағам бар осы жерде. Сосын Базекеңді құттықтап, Төлесін дейтін ағам келіп отыр, Мамытов. Базарбай Базекеңнің ағасы. Және Мекебай ағамыз жақтан қаламыздың белгілі бір кәсіпкері Қайрат Сәрсенғалиев дейтін азамат болу керек. Бар болса, ортадан көргім келеді. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Бүгін осы жыр кешінің соңына дейін тыңдап, қош жыршын сахнаға шақырып. Келіңіз, қош жыршын сахнаға шақырып қояйық, жырлаған бізге. Бүгін сіздердің Бүгін сіздердің кешіңіз. Бүгін сіздің кешіңіз. Сол себепті осында болыңыз. Бүгін әдемі, нағыз рухани кеш өтті деп есептейміз. Себебі осында отырған көрермен нағыз есті сөзді, мынау адамға өнеге беретін, өсиет болатын әдемі жырды тыңдауға келген, сіз сияқты осы жырды құрметтеп, нағыз түсіне білетін көрермен деп сізге бір қошеметті ұрғызып қояйыншы. Көп алғыс айтқым келеді. Бұл жыр мен жыршыларды мынау халық арасында насихаттау, олардың осы өнерін жан-жақтарда көрсетіп жүру үшін біздің осы Мұнайшы мәдениет үйінде 2017 жылдан бері ұлағатты ұлы жыр деген өзіміздің ұжымымыз бар. Сол ұжымда бірнеше қаланың барлық жасынан бастап үлкені жыршылар бас қосып, үнемі үлкен наурыз мерекелері болсын, қалада өтетін үлкен фестивальдар болсын, облыс көлемінде өтетін шаралар болсын, сол шаралардың бәріне бас қосып, бірігіп жыр кештерін өткізіп тұрамыз. Бүгінгі кештің иелері осы Базарбай ағай мен Мекебайдың өтіп атқан кешіне осы біздің ұжымның ішінен кеше қарымыстықы өтті кеші, енді осы екі жыршының кеші бүгін сәті түсіп, бүгін өтіп жатыр. Мен ойлаймын, сіздерге өте жақсы, көп нәрсені еске түсіретін әдемі жыр кеші болды деп есептеймін. Мен енді қала әкімдігінен қазір келетін басшыларымыздың барлығы әртүрлі жұмыстар себебімен жан-жақта жиналыс болып жатыр. Бүгін енді 5-ші күн, сол себепті келе алмай, қала әкімінің атынан мен алғыс хатын табыстағым келіп тұр. Базарбай Белосарұлы Айбергеновке Жаңаөзен қаласының әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін алғыс жарияламын дейді. Айбек Қосуағұлы, Жаңаөзен қаласының әкімі. Алғыс екен, құтты болсын. Енді қазір шапан. Онымен қоса біздің енді қош жыршыға кигізетін шапанымыз да бар. Ендігі концерттерде киіп жүретін шапан ұсынғым келіп тұр. Отандық өнім, ұлттық бренд. Мына шапан тәрбие брендтің шапаны. Бұл бүкіл Қазақстанға хит болып отқан шапан. Бір қошеметтеп қойсаңыздар болады. Дәл осы мәтінде алғыс Мекебай Шоқанұлы Мұрыновқа, қала әкімі Айбек Қосуағұлов. Ой, тамаша міне. Жыршыларымызға өнегелі, өсиетті жырларыңыз бен дастандарыңыз көп болсын. Мынау болашақ өсіп келе жатқан ұрпаққа осындай әдемі өзіңіздің өнеріңізді насихаттап, денсаулығыңыздың арқасында жүре беріңіз дегім келеді. Барлығыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Ары қарай Қаржаубайға сөз сізде. Ассаламу алейкум, құрметпен едім бас идім, атадан қалған асыл жыр тыңдаумен толқып тасаймын.
Адамнан нұқтың яфесі төптегім туыс деседі. Ер төктен 25 ұлыстар, ұлттар өседі. Тілдің шарғи салтымен, түріктек туыс қалыпмен, қазақ атамы ұйтқан үш дәуірлік парқымен, үш дәуірлік үш жүзім, үш туыспыз бір түзім, қазақ елеу ер алаш, тағдыр ортақ бір сөзім. Ер алаштың үшемі, асыл рух нұр еді, ақ жан бек, ұлыс бектерім, үш арысым дебеді. Бегарыс мөңкі алшыным, алау батыр қалыпы нұр, Құдияр Қадыр қожамыз бай лақаппен атам тұр. Байқожа Елтай адайдан, Құдай берді қосайдан, алты ұлы алтарыс өсірген мейір Құдайдан. Жарыл қаушым бір Құдай, әуелі пірбей ер қосай, алты қосай төрт бай бол, бесесен құл арланай. Үш нұрбай төрт айт құлым, жыл келді емші, айт қырым, төлеп емші құлсымақ, қанатбай өткен аруақтым. Рахман берді Беласар, емші жыршы жол ашар, Беласар ұлы Базарбай, елімен нұрлы жыр шашар. Өндірісте ер ісі, еңбегімен жемісі, жыршылық өнер танытқан ұлттық рух өрісі. Отбасы тату өнеге, келінмен бірге кемеде, ұлмен қызды үлгілеп, өсірер теңеп төреге. Атадан қалған асыл жыр, ата мұра асылдыр, абырой даңққа бөлеген, ел шашуы алтын нұр. Талабың тассын Базарбай, жырлай бер жырды ажарлай, ұлт рухын көтерген бес қалалық Базардай. Өнер ұжым қаумалап, көтеруде алқалап, Рейімбайлы Қаржабай құттықтаған нарталап, Жарылқағай бір Құдай, қолдасқан пірбей ер қосай, ақбата берген күн бүгін, ақының алда тұрғандай. Жаңа өзен қайқы сәйкісі, Қаржаубай мен Ұзақбай, Базарбай мен Мақсатым, Алпысбай мен Есенай, Тазагүл, Айткүл, Айсәуле, Дәмегүл, Еркін, Әзірбай, Арғын Ахмет, Жолдас пен Сәкен Жарас, Мекебай, Қармыс, Марат, Жанар мен Бақтыбай, Нұрлан, Амантай, Нұрболаттар, Саймасай, Жаңаөзендік өнерпаз, 25-і Асылай, татулық пен бірлікпен, наркескендей жарқылдай, жұмыла жүк көтерер, қолдасады тартынбай. Рахмет аға. Ал енді Екі жыршында бірден құттықтайық дұрыстап. Уағалейкум ассалам, оң балғай іс сөз бастаған, ұлағатты ұлы жыр, ұжымыммен мақтанам, топта ашық сырласып, ырзалықпен шаттанам, уақытша тірлікте өзімсіп сыр ақтарам. Тірлікте тату сыйлассақ, баянды достық бақтавам, ой сөз істі кірлетпей, күнәлі істен сақтанам. Замандасқа бақ тілеп, көңілге ұран от жағам, Жаңаөзендік серілер, көрермен көптен достабам. Сіз біз десу жалғанда, пәктік жолда ой санам, ағалық мейір шашамын, қолдас қорғас ой салам. Жаңаөзен әкімі ұсынысты бастаған, мәдениет бөлімі Гүлайым ханым қостаған, қалалық өнер ұжымы дәмелі гүл жан-жақтаған, ұлағатты ұлы жыр ұжымымыз құптаған, Мекебай жыршы серіміз ұлт үмітін ақтаған, ақын жырау жыршылар өнерпазды баптаған. Мекебай жыршы жыршашар, көрермен көпке сақтаған, тайпалған баппен жорғадай, айтулы жүйрік ақтаван, тоздықты терме толғауды жырлар шартқа шақтаған. Жақсылық жырау шәкірті Мекебай жыршы баталған, текті тұқым қазақтан, елеубей ер алаштан, Бегарыс мөңкі алшыннан, Құдияр батыр қартымнан, Қадыр қожа байлақап, Байқожа Елтай адайдан, келін берді аталған, кәрім берді бабамнан, ұзау лақап белгілі Әлнияз би атамнан. Айтумыз ері еділде, ел мен жерім қорғаған, шағид өткен жаннаттық, хадисті солай айтылған. 4 айлық ұлы шылымы, өскенде кек қайырған, өрдіктен мамыр бай мырзам, жақау бейім айтылған. Сәңкібай дос шеменнен, Бұрынбай сары туылған, сары болып бақилық, әмеңгер мұрын бұйытқан, жеңгесін алып туысы, Шоқанды бағып ұйытқан. Шоқанның ұлы Мекебай әр тарапта шыныққан, жыршысы болып ұлтымның алғыс алған халықтан. Берекелі отаға табыскерлік танытқан, ұлдармен келін ивалы жеміс ұрпақ тартқан. Немерелер балшырын көңілі көкте шарықтар, өнер ұжым қолдасқан Мекебай жыры қалықтар. Рейімбайлы Қаржаубай ақбата беріп алып қал, ұлағатты ұлы жүр ұжымнан бата қабыл ал. Жаңаөзен қайқы сәйкісі, Қаржаубай мен Ұзақбай, Базарбай мен Мақсатым, Алпысбай мен Есенай,
Тазагүл, Айткүл, Айсәуле, Дәмегүл, Еркін, Әзірбай, Арғын, Ахмет, Жолдас пен Сәкен, Жарас, Мекебай, Қармыс, Марат, Жанар мен Бақтыбай, Нұрлан, Амантай, Нұрболаттар, Саймасай, Жаңаөзендік өнерпаз 25 асыл ай, татулық пен бірлікпен наркескендей жарқылдай, жұмала жүк көтерер, қолдасады тартынбай. Айналайын Мекебай, бағдарламаң бекіген, көңілді болар кездесу, жыршылық өнер теліген, Жаңаөзендік халқымның өнері көкте серпілер, әдебиет салтымның ұлт көңілін өсірер, жыр терме тыңдап балқыдым, рухтық азық көркідер, шат сезім билеп шалқыдым, жан азықты ел білер, ұлағатты ұлы жыр, қазына дейді жөн білер, жыркешің өтті мәнімен, көрермен елге үлгілер. Төлесін аға, екі ауыз сөз. Ассаламағалейкум, құрметті қалайық. Мына жыр халықтың қазынасы ғой бұл. Жыр тарих, жыр шежіре. Мына 18-ші ғасырда зерттеуші Шоқан Уәлиханов айтқан екен. 18-ші ғасыр қазақ батырларының ғасыры деп. Сол бүкіл қазақ батырларын бізге жеткен осы жыршылар мен жыраулар. Ал енді мына Жаңаөзенде де жыршылар жоқ деп айта алмаймыз. Өзен тек қана мұнайымен, ерлігімен емес, жыршыларымен де мақтан алады бүкіл қазаққа. Себебі кезінде өзіміз көрдік, сонау 90 жылдары мына мемлекет тарап, мекемелер тарап, жұмыссыздық. Осы мұнайшының біреуі менмін, мұнайда да жағдай болмай, Қытайға сатылып кетеді деп халық түгел жаңағы жан-жаққа кетіп қалған, күнкөріс көзімен ала дорба дейді ғой. Сол кезде жыршылар халық сусында тош жыршылар міне отыр. 90 жылдары марқұм Жалғас Алагөзов бастаған қандай керемет жыр айтатын еді. Мына Мақсат Аяп бар, мына алдымызда тұрған Базарбай кім бар? Ұзекең Ұзақбай, Қармыс жас еді о кезде. Халықты сусындатты. Елден, халықтан, үкіметтен ештеңе сұраған жоқ. Халықтың жағдайдан нашарлау о кезде 5 км жерде мынандай көп мыңдаған шағауыл, жаңағы бірнеше рахат деген жоқ. Сонда осы жыршылар халықты сусындатты. Бұл кісілер өзінің қарапайымдылығымен баяғы елдің тарихты жырлап бізге жеткізді. Сусындап, тыңдап отырдық соны. Бірақ Қасқыр айтады дейді ғой, қой мен ешкім мені таниды, мен ешкім танымаймын деп. Сол айтқандай жыршылар бізді танымайды деп ойламасын. Жыршылар деген халықтың адамы бұл. Сонау осы Сүгірдің 100 жылдығы болды осы. Әлі есімде 95 жыл ма, 94-те ма жұмыста жүрміз о кезде. Содан кейін мына Сүгірдің жыры ауылға да сүгір ай деп керемет елді құрттай мектепке бара жатқан балдарға дейін аузына сағызын шайнап айтып жүрді. Бұл бүкіл қазаққа тарады. Менің айтайын дегенім, сүгірді қазір бәрі жер-жерде айтып жатыр ғой. Соны Сүгірдің термесі деп естіп жатырмыз. Мына сүгір деген күйші бар екен. Жамбыл жақтан ба бір жерде жыршылар білетін шығар. Мұны сүгірдікі деп сонда айтып жатыр. Жыршыларға бір айтайын дегенім, бұл бегендігілі сүгірдің термесі. Ескелді сүгірдің термесі деп айтса екен деп айтқым келеді. Сосын бір айтайын дегенім, мына 2000 жылы осы сүгірдің мәтебімен Қыдырәлі Болманов мына жаңағы оркестр құрды ғой Голливудта. Қандай еді жаңағы оркестрін аты? Сонымен бүкіл дүние жүзінде гран-при жаулап алды. Сүгірдің Ұлытау оркестр, ансамбль, эстрадный жастар. Сонда келгесін интервью алады ғой журналистер, телевизорден қараймыз ғой енді. Сонда айтады, мен дейді, бұл адайдың термесі болғасын емес, сүгірдің термесі болғасын емес, мен мұны өзім аранжировка жасадым, жаңа музыка тілімен айтады, бәрін өзім жаңадан өзгерттім дейді. Ар жағында негіз болмаса, қайдан жарып шығады ол? Кәдімгі елді жарып шыққан бұл сүгірдің термесі болғандықтан жарып шығып тұр. Ал енді құрметті қалайық, уақыттарыңды алмай, мына Базарбай менің туысым, бұл Беласар әулеті, міне Беласар тұрып отыр, Бекарыс ағамыз қажы, 70-ке келген. 7 ұлы бар, 3 жерде қыздары бар, Құдайға шүкір жетерлік. Беласар, бұл Базарбай өзі жыршы емес, бұның арғы тегі 7 атасына дейін жыршы, термеші. Бұл енді Айтқұлда, біз Айтқұлмыз ғой енді, Айтқұлда Атағозы жыл келді иман намаз деген 4 бала болған. Атағозы халық батыр, өздерің білесіңдер, Айладырды осы Маңғыстаудан ығыстырған. Иман намаз адайдың намысын бермеген палуан болған кісілер. Мына жыл келді, біз тарихтан білетініміз бақсы балгер жыл келді ауылдан шыққан. Әнші, жыршы, термешілер. Мына кешегі Орал Қосай Байсеңгір деген, Байсеңгірдің атасы кәдімгі атақты жыршы болған.
кеңес үкіметінің кезінде деп аталады, талай қаттаулы хаттары бар газетке шыққан, әрі палуан, әрі жыршы болған Байсеңгірдің немересі Орал Қосай Байсеңгір деген бар. Қазақстан мәдениет ісінің үздігі қазір. Атақты Адай қыздың авторы сөзін жазған. Мұра Димаш Құдайберген Қытайда, бүкіл Қытайдың аузын ашып көзін жұмғанда осы Оралдың сөздерімен шыққан екен. Орал оқытушысы осы Димаштың. Димаштың әке-шешесімен көрші Қанат Айтбаевтармен, Светамен. Ал енді сосын мұра кім Оспанқұл Сымақ дейтін бауырымыз бар. 18 жылы бүкіл 6 айға созылған халықаралық осы мега жобада жыршыда бас жүлдені алған білесіңдер ғой, Оспанқұл Сымақ. Ал бұл да жыл келдің ұрпағы Байсеңгірде, жаңағы Орал Қосай Байсеңгірде жыл келді, осы ауылдан шыққан кәдімгі арғы тегі тектіден текті туады, тектіні тұқым қуады дейді. Сондықтан мына Базарбайға жыршылық өнері таси берсін дейміз. Жыршылық, жыраулыққа олсын. Мына Тұзбайлық Тасбастайға қарай кете бермесін, елге, халыққа жырын шашсын. Кеше өте керемет жыргеші болды мына Қарымыс бауырымыздың. Осы жерге сонау Көкшетаудан құдасы келіп отыр екен Қарымыстың. Бауырым бір көрсетші мына халыққа, адайларға. Тұрыңдар. Жыр деген енді өшіп баратыр дейді, бірақ өшіп бара жатқан жоқ. Кезінде сонау 2000 жылдары мынандай жаңа қара сандық келіп, кішкене жұрт билеуге қарай өшіп кетті. Сосын жаңағы аузына микрофон ұстап алып, аузы жыбырлап тұратын фонограмма дейтін келді. Мен айтайын дегенім, бұл фонограммаға да ештеңеге де жыршылар қараған жоқ. Өзінің жырын, баяғы жырын айта берді. Сондықтан жыр құнды, жыр елдің тарихы, елдің шежіресі. Кеше жаңа Қарымыс бауырымыздың жыр кеші өте тамаша өтті. Мына Азөкеңдер деген ұзақбайлар осы өзеннің талай жас кезінен жырлаған Ассалаумағалейкум өзенім дегенде жүрегі езіліп кетсе жаздады. Осы Қарымысты қалай жырлады міне Ұзақбай жыршы. 5 минутта Қарымыстың тазалығын, Қарымыстың адалдығын, Қарымыстың адамгершілігін, Қарымыстың жыршылығын жырға шайып тастады халыққа. Қандай керемет. Жыршылар осы жерде жыр шашуды жерге Алпысбайлар деген, Алпысбай бар ма осы жерде? Халықтың байлығы деп жырмен шашу теріп жатты. Бұл жерде жыршыларды айта берсек көп. Жыршылар, сендер ешқашанда өмірден өтпейсіңдер. Жаңағы кеше Қарымыстың қандай күшті термелері бар, жаңағы шәкірттері бар. Шәкірт тәрбиелеу керек. Шәкірттерің көп болсын. Базекеңді айтам деймін, жыршыларды айтып кеттім. Базарбай жырдан шашу шаша бер. Шәкірт тәрбиелер бер. Айтқылдарды осы жырмен тербете бер, жырмен өсіріп өндіре бер деген келеді. Тойларын той қыласын қалай. Барлықтарыңызға алғыс, қымбатты көрермендер, уақыттарыңызды бөліп келіп, мынау енді жыр бабамыздан қалған үлкен ұлы дүние, ұлттық өнеріміз ғой деп осы кешке бола уақыт бөліп келгендеріңізге барлықтарыңызда жыршылар атынан алғыс айтамыз. Шаңырақтарыңызда жақсылық болсын. Осы Қарашай кеше Орынгүл апамның кешінен басталды, Қарымыс ағамның кеші. Бүгін міне қос бірдей жыршының кеші өтіп жатыр. Жалпы Қарашайы жыршылардың айы болды деймін. Осы ай біткенше бұйырса тағы бір-екі жыршының жырларымен сусындайтын боламыз. Келесі шығармашылықта кездескенше сау саламатта болыңыздар.